Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі ерекше канджубе деп аталатын тағамның рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Маған ет қажет болады. Еттің барлығын турап аламын ұсақтап. Мен етім арнайы алдын ала тұздалған, бұрышсай себілген ет болғандықтан мен тұз салмаймын. Алдын ала еттің барлығын жуып алдым. Енді табаға майды құйып қыздырып аламыз да етімізді майдың үстіне саламыз. Етке су құймаймыз. Осы майға етіміз қуырылу керек. Баяу отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Етіміз пісу керек. Етіміз піскенше біздер пиязымыз бен сәбізімізді турап аламыз. Және бір чеснок қосамын мен етке. Мінекей, пиязымды осылай етіп турап алам. Және морковімді де турап аламын. Етіміз кішкене қуырылу керек, одан кейін етке саламыз. Және де тағы да бір бас пиязымызды алып, турап аламыз дөңгелек етіп. Бөлек табаға сары майды ертіп аламыз. Оған жаңағы дөңгелек етіп тураған пиязымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Бетін жауып қуырылуға қоямыз. Енді мен қамыр дайындаймын. Бір жұмыртқаға бір шай қасық тұз салып, барлығын араластырамыз. Салқын су құямыз. Суымыз міндетті түрде салқын болуы керек. Және алдын ала еліктен мен ұнды өткізіп алдым. Ұн қоса отырып, қамыр илейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ болмау керек. Мінекей осындай қамыр менде шықты. Енді мен ол қамырды 40 минут бетін жауып қоямын, кішкене тұрады. Менің етім қуырылып жатыр. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай керемет болып қуырылған. Енді мен турап алған сәбізім мен пиязымды және чесногымды қосып барлығын жақсылап араластырамын. Дәмдеуіш қосамын. Бұрыш қосамын. Және кішкене паприка сеуіп, барлығын жақсылап араластырамын. Кішкене қайнаған су құйып, астын басып, бетін жауып қоямыз. Тағы да пісу керек. Мінекей менің қамырым тұрды, 40 минуттай тұрды. Енді осы қамырды қазір илеймін. Қамырды екі бөлікке бөліп аламын, ыңғайлы болу үшін илеуге. Енді қамырдың бірінші бөлігін илеймін. Ұн сеуе отырып, жұқалау қамыр илеуіміз керек. Мінекей достар, менің қамырым дайын болды. Барлығын илеп алдым. Енді жаңағы қуырып алған пиязымызды осы қамырға салып шығамыз. Және де сары майды ертіп аламыз бөлек ыдысқа. Сары майды осылай кесішкі арқылы осы қамырымыздың үстіне жағып шығамыз. Енді қамырымызды шетінен бастап ораймыз. Видеодағыдай осылай етіп орап шығасыздар қамырымызды. Қамырымызды орап болдық. Енді осы қамырды кесеміз. Осындай қалыңдықта барлығын кесіп шығамыз. Менің қамыр салып жатырған видеом түспей қалған, сондықтан ауызбен айтып кетейін. Осы еттің үстіне қамырымызды салып шығамыз. Және де қайнаған суды құямыз да 45 минуттай баяу отта пісіреміз. Мінекей достар, керемет болып менің канджубе тамағым дайын болды. Осы рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер осы тағамды. Менің видеом ұнаса, маған лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қалауыңызға қарай пиязды турап әсемдеп немесе ас көк сеуіп қоюыңызға болады. Астарыңыз дәмді болсын.